Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Қызықлашерс YouTube арнасы. Бүгінгі видеода мен Алаш Прайд KZ кланындамын. Неге бұл кланда десеңіздер, себебі осы кланда 500-ші победа болған екен достар. 500-ші победа, 500 победа, ойлаңыздар. Юбилей өткіздік. Алаш Прайд KZ кланына жиналып 50-ге 50 КВ ойнаған болатынбыз. Бұл жерде бізге қарсылас Иран Ван деген клан түскен екен. Мықты қарсыластардың бірі. Енді Алаш Прайд KZ кланын 500-ші победамен құттықтаймын. Ары қарай жеңістер көп бола берсін дегім келеді. Кландарыңыз мықты боп, ары қарай дами берсін. Ал біз көп кешіктірмей атакаларға көшейік. Ең бірінші мына жерде моя команда кіріп, кім қалай жасаған соң көре салайық. Осылайна бір айналдырып өтейін. Мінеки жан жақтан жиналған таныс деген достарымызбен бірге ойнағанбыз енді. Көбінен аяқта креатив инжури екен. Қарап отырсам біздің жігіттерден. Таныс емес мына жерде Айдар деген. Алаш Прайдтың ойыншысы екен ғой, бірақ неғып көрінбей тұр, түсінбедім. Мына жерде тағы да What's the Git дейма? What's Gets дейді. Осындай бір ойыншы болған екен. Основной осы 3 кланнан ғана екен ғой, сол бар жоғы. Ал кеттік атакаларды көре бастайық. Ең соңынан бастайық, әрине. Ең керемет деген атакалардан. Менің атакаларым мына жерде КЗ-17 атакасынан бастайық. Себебі бұл бір ғана тактика, осындай атакамен жабылған. Көріп тұрсаңыздар, 2 электродракон, 5 ети алынған екен. 2 электродракон әрине зачисткаға қазір екі жақ жанынан. Мына жерде жарайды. Шар алсаң, шарға да орын керек болады. Ал біздің атака жалғасуда, барлық әскер жоғары жақтан ортаға қарай кіруде. Барлық әскер жіберілген екен. Мына жерде 4 бомбер қалыпты. Забор сындырам деп ойлаған ғой. Кланкаслдан лава шығуда, лава өлді уже, бірақ ят лақтырылмады. Неге екенін білмеймін. Он вардың күші басылуда. Ал енді ары қарай бәрі рандомна кетеді. Ортаға кіргеннен кейін, қазір мына жерде боулер швырәтілді алып кетем екен, жоқ аламады. Чемпионка бәрі бірге жіберілген екен, көріп тұрғандарыңыздай. Әлі 3 геройдың күші басылған жоқ. Кланкаслда 2 ети екен, ең соңынан шығып қазір жаннан тазалап кетіп бара жатыр. Чемпионка күші басылуда. Біраз дефтар қалған екен. Мына жерде бомбер арқылы корольға көмектеспекші болған екен, бірақ өкінішке орай бомберлар бер жақтағы заборды сындырды. Әлі бір мороз бар. Бір морозды қазір сингл инферноға қолданатын болады. 2х ускормен көріп жіберейік. Бізде атака деген жетіп жатыр, толып жатыр, то есть. Ай. Мороз лақтырып еді. Чемпионкам пушка өлтіріп тастаған ғой. Боп тұрады. 3 ети тірі екен әлі. Осымен осындай бір атакалардың бірі. Ал біз келесі біздің атакаға көшетін боламыз. 48-ді көрдік. Енді колдунның атакасын көрейік. То есть бұл жерде қолданылған тактика спешка. Асықпай көрейік. 7 спешка, 1 тряска арқасында қазір мына жерде кланкасл, чистильщик, сонымен қатар арбалет және де швырәтіл алынатын болады. Трясканы ратушаға тигізбей лақтырып отыр. Себебін білетін шығарсыздар. Тряска тисе ратуша оянып кетеді.
Бір ледяной голем артынан геройлармен кіріп жатыр қазір ратушаны, сонымен қатар мына тұрған Тесла арбалеттерді сындыратын болады. Чемпионка жоғары жақтан тазалап жатыр. Барлық әскерді қоясың. Король күші басылған екен. Енді тек Квинаға ғана сенеміз бұл жерде. Жоғары жақтан камнеброс лақтырылуда қазір. Мына алынбай қалған дефтарды қазір сындыратын болады. Сонымен атака воздухтан сағат 9 жақтан жіберілуде. Бір лава артынан 3-4 әр дефқа 3-4 шариктан лақтырылуда. Көріп тұрсаңыздар, чемпионка өлмей қалған екен. Бұл бірақ бізге трешка жасауға ешқандай да кедергі жасамаған екен. Бірақ чемпионканың өлмей қалғаны әрине ол жаман. Қазір бұл жерде енді Варданды да өлтіріп тастайтын болады. Соңғы лава қазір жарылады. Бізде 2 мороз қалады. Бір спешка уже қолданылуда. Соңына қарай шарлар алып қалған екен. Өте дұрыс шешім қабылдапты. Бір мороз қолданылуда. Мына соңғы шар башня бомбежканы атып жатыр. Өте керемет лақтырылған. Ал мінекей мына жердегі чемпионканы етията деп айтайын деп отырмын ғой. Гончалардың балалары де сындырып тастады. Ал біз келесі біздің атакамызға көшетін боламыз. Алмастың орындауында 45-ші нөмірге жасалған атака. Мынадай бір бабочка база екен. Бұл жерде кланкаслда әрине лава мен тағы бір нәрсе, то есть воздухқа ешқандай кедергі жасамайтын кланкасл екен. Мінекей шарлар лақтырса да ешқандай әскер шыққан жоқ кланкаслдан. Стандартный классикалық тактика. Электродракон, оған 2 ярыст қатарынан лақтыру арқылы, сонымен қатар Вардын күші басылып жасалатын атакалардың бірі. Мына жерде кланкаслға 2 етията алған екен. Иети дегенім. Бұлар керемет жұмыс атқарып жатыр мына жерде. Қазір сингл инфернаны алып кететін болса, вообще супер болады. Жоқ. Чемпионканы жіберуде ол жақ бұрышқа. Ал біздің геройлар сағат 12 жақтан төменге қарай зачистка жасап келе жатыр. Ал бізде не деген запас әскер қалған екен. Бір мороз қолданылуда, то есть ең соңғы мороздардың бірі. Чемпионка күші басылуда. Керемет атакалардың бірі. Әдемі. Ал біз көп кешіктірмей келесі біздің базаға көшетін боламыз. Келесі бізде Жалелдің атакасын көрейік. Бұл жерде де электродраконмен жасалған екен. Соған қарамастан электродракон 2 спешка, 2 молния арқылы жасалады. Чистильщикті сындырып тастады. Электродраконға қарсы кедергі жасап тұрған. Ал мына жоғары жақтан уже шар жіберу арқылы, сонымен электродракон артынан жіберу арқылы мына бір жанды тазалап жатыр. Өзі 7 электродракон, соның біреуі уже өлуде. Соған қарамастан қазір трешка орын алады, достар. Ал біздің король мен Квина сағат 6 жақтан жоғары қарай қазір көтерілетін болады. Барлық жолда тұрған дефтарды сындыру арқылы. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде Вардан электродракон жіберген кезде 2 ярыст. Сонымен қатар Варданның күші бірге басылады. Камнеброс, дирижабль дегендерді электродракондар барлық, то есть камнебросқа немесе дирижабльға ататын дефтарды сындырғаннан кейін уже уверенно боласыз ғой,
ратушаға уже жетеді ау осы шар деген кезде ғана жіберу керек. Бұл жерде қазір квина ташт етіп кетеді ау деймін, егер қателеспесем. 2х пен көріп жіберейік. Жоқ, бұл басқа атакада екен. Мына жерде даже чемпионка емес, королеваның күші басылмапты. Әдемі. Ал біз келесі біздің атакаға көшетін боламыз. Мына жерде төменгі базаларды көп жапқан екен біздің жігіттер. Мына жерде Бейкштің атакасы бар екен. Конрад Вип дейді. Мына атаканы көрейік. 30-шы нөмір. Мынау жалғыз атакалардың бірі, гибридпен деп айтып тастасаң. Негізі көп атакалар болды, бірақ трешка шыққаны осы ғана болып тұр. Мынадай бір база екен. Бұндай базаларды қалай атаушы еді? То есть антидвушкаға ұқсас базалардың бірі екен. Мына атака точно трешка ма? Что-то мен есімде жоқ бұл атака. Соған қарамастан көрейік. Квина ортаға қарай ағысуда, кіруде, то есть қазір біраз дефтарды сындырайын деп тұр бұл королева. Кланкастлдан лава мен ледяной голем шыққан екен. Қазір олар қайда барады екен? Оған қазір шахтерлар жібере беретін сияқты. Көп күтпей. Соңғы ярест лақтырылуда. Ал Кланкастлдан уже кабанчиктар шығып кеткен екен. Біздің квина сонымен қатар еще вражеский королеваны өлтіріп тастаған ғой. Мына жерде ледяной голем әлі ұрып жүр, артынан қалмай. Сонда да енді трешка жасалған базалардың бірі. Оған қарамастан квина әлі тірі. Қаншама урон кетіп жатыр мына жерде әскерлерге. Вардың күші енді басылуда. Ал біздің чемпионка баса лаваны ұрып жатыр. Ай, неге лаваны ұрады ол? Әлі чемпионка күші басылмағанда екен. Трешка сияқты бұл жерде. Әдемі трешка. Королеваның заходын көрдіңіздер ғой, қандай керемет жасады мына жерде атаканы. Бірақ королеваң өліп қалады деген шанс өте жоғары болған еді бұл жерде. Керемет атакалардың бірі. Әдемі. Ал біз жоғары қарай көтеріле береміз атакаларымызды көріп. Бейкштің атакасын көріп жіберейік. 8 электродракон, 8 шар, 2 спешка, 2 молния арқылы. То есть Clash Royale'да қалай атаушы еді бұның атын? Зап дейді ғой, зап. Кетті. Классический атака, 2 ярест. Геройлар жанын тазалауға жіберілген. Ал біздің ратушаны әрине дирижабль арқылы алатын болады. Кетті дирижабль. 2 мороз ғана қалған екен. Қателеспесем, осы тактикада қазір электродракон ташт жібереді ғой деймін. Электродракондар жанға шығып кеткен екен мына жерде. Соған қарамастан қазір трешка орындалады. Мінекей соңғы мороз лақтырылған екен. Әдемі. Ал біз жоғары қарай көшетін боламыз. Алмастың бір атакасын көрдік уже. Михоның атакасын көріп жіберейік, достар. Бұл жерде тоже электродракон. 2 молния арқылы спешканы сындыруда.
2х пен көріп жіберейік тез. Өйткені бізде атакалар толып жатыр. Тура женегіндей заход. 2 ярость. Вардың күші басылуда, еще и камни брос соңынан жіберілді шетке қарай. Өте дұрыс шешім қабылданған. Ал біздің чемпионка жоғары жақтан жіберілуде. Өте әдемі оңай алынған базалардың бірі екен, достар, қараңыздар. Қаншама запас әскер қалған мына жерде. Вау. Бір атака болды бұл жерде. 1 минут 20 секундта жауып тастаған. Вообще сұмдық қол деген. Ал біз жоғары қарай атакамызды көре берейік. Мына жерде қанша атака қалған екен. Енді жоғары жақтан бастайық. 2-ші нөмірге жасалған бекіштің атакасы. Бұл жерде тоже электродракон екен. И біздің қалай жасалады екен бұл атака. Мінекей мынадай сағат 6 мен бір жақтан барлығы жайып жіберілген екен. 2 ярыс лақтырылуда, артынан вардың күші басылуда. Барлық әскер ортаға қарай кіріп келе жатыр. Мына жерде дирижабльді ерте лақтырған екен, бірақ соған қарамастан қазір трешка орын алады бұл жерде. Дирижабль өзінің ратушаға тура жетті. И ол жерде 3 шар 1 электродракон алынған екен. Керемет. Мороз лақтырылу арқылы ратушаға трешка алынған. То есть ратушаны сындырған. Мәсаған, не деген чемпионканың күші, анау қаншама дефт алып кетті және біраз дефт тұрған сияқты еді. Ал қазір өте оңай алынған базалардың бірі болып қалды. Әдемі. Ал біз келесі атакаға көшеміз. Бұл жерде соңғы атакалардың бірін көрсетейін. Өте әдемі жабылған базалардың бірі. Және де ол әрине 7 спешка воздухпен жасалған атакалардың бірі. Обыштың орындауында обыш. Мінекей тряска лақтырылуда ең бірінші, одан кейін барып молния лақтырылады. И королеваны да өлтіріп тастаған ғой әшейін. Әдемі. Ал енді шақты гоблин жіберілуде. Мына жерде зачистка жасауға бір гоблиннан. Керемет қолданылған гоблиндарды. Бір мороз артынан король мен королева ортаға қарай кіруде. И қараңыздар қалай атады мына охотница. Бір шапалақтан бері отыр ғой. Нәсіған. Негізі кланкастылға охотница салсаң жаман таш тезеді екен. Егер ят лақтырып үлгермесең, охотница квинаңды, вардыңды сразу өлтіріп тастайды екен. Енді өзім көзім жетті соған. Неге охотницаны салады десем, солай достар. Ұмытпаңыздар ол жайлы. Жарты база алынып тастады, 30% мәссаған керек болса. Еще арбалеттер бәрі жерге қаратылған екен, изи алыну керек бұл. Кетті, бір лава артынан 3-4 әрдефқа 2 шариктан лақтырылған екен. Бір лава, екінші лава кетті, артынан 4-5 шарик тағы да, сонымен мушка и соңынан дирижабль лақтырылуда. Қазір барлығы ортаға қарай ағысып келе жатыр. Мінекей ратушаға қарай соңғы мороз лақтырылған екен. Және де 2 спешка қалған екен. Мына жерде кланкаслда және ратуша что-то тез өліп қалды ғой. Гоблиндар бар ма деп ойлап қалдым кланкаслда. Жоқ, олай емес екен. Мінекей осындай әдемі атакалардың бірі достар. Сіздермен бірге болған Қызы Клашерс YouTube арнасы. Каналға жазылып, лайк басып, видеоларды қарап,
бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Кызы Клашерс YouTube арнасы. Қош, сау, саламатта болып тұрайық.